Саламатсыздар ма? Бүгін біз сілтемелерді және оларға тәжірибелер жүргізіп көреміз. Сілтеме өзі страницаның, яғни веб бетінің ең маңызды элементі болып табылады. Жұмысқа кірісейік. Бізде ашамыз. Бізде нотпадта ашылып тұр. Мыналарға керек емес. Тек қош келдіңіз қалдырайық және сәлем деуге алып тастай салайық. және деп болмай. Андай бізде атрибут деген не бар? А деген сілтеме. Және атрибут А деп жазылады. Және href, яғни бағыты жазылады. Қай страницаға бару бағыты. Және қай страницаға бару бағыты жазылғанда ортасына оның страницаның аты немесе қалай десем. Мысалы, next деп или келесі деп немесе басқаша бір сөз жазуға да болады. Кез келген біз келесі деп жазайық. Келесі бет дейік. Және келесі бет деймізді біз басамыз. Сонда біздің страницамызда келесі бет пайда болады. Яғни осын басу арқылы біз келесі бетке өтеміз. Басып көреміз ба? Басып көрейік, бірақ бізде ештеңе орындалмайды, себебі бізде келесі бет жоқ. Ол үшін біз келесі бетті істеуіміз керек біз. Ол үшін HTML CSS ашамыз. Жазамыз. Яғни басқа бет дейміз. Бұл да HTML расширениясы бойынша. Енді осы бетті де бір өңдеп жіберсек. Үлкенге қойсылайын. Енді осы бір мынаны ала салайыншы, мысалы. Қайтып жазып жүрмей қойын. Көшіре салайын осыны. Көшіріп сохранить етейін, бірақ мына жерге басқа нәрсе жазайын. Мысалы, мынаны алып тастай салайын. Бұған уже керек емес. H1 екінші бет деп ат қоя салайын. Екінші бетке қош келдіңіз деп. Бастым. Енді екі бет болды. Бірақ маңызды бетіміз, негізгі бетіміз осы. Яғни бірінші обновить ете аламын білет. Енді келесі бетке біз өте аламыз. Бассақ, уже істейді. Келесі бетті басамыз. Қайтадан істемейді. Неге? Себебі мен ұмытып кеттім бір нәрсені. Ол ұмытқан нәрсем. Мен бағыт жазған жоқпын. Яғни href-тің ішіне мен бағыт жазу керек едім. Яғни бағыт болғанда қалай? Мына страницаның атын жазуым керек. Яғни басқа бет .html деп жазуым керек. Яғни жазам. Басқа нижний пробел бет .html. Сақтайым. Енді ашам. F5-ті басам. Енді жаңарды. Енді бұған кірсем, қазір бассам. Келесі бетке өтеміз. Екінші бетке қош келдіңіз деп шықты. Яғни байқасаңыздар, мен артқа барайын. Обновить етейін. Мынау біздің индекс файлымыз. Бірақ біз келесі бетті бассақ, екінші бетке көшеміз. Екінші бетке қош келдіңіз дейді. Рахмет. Енді осы сияқты көптеген эксперименттер істеуге болады.
Енді біз келесі сабағымызда CSS пен танысамыз және оны одағы селекторлармен және осы тегтерді қалай қолдануымызға, яғни стильдерін қалай өзгертуімізге болады, соларды көреміз. Сіздер өздеріңіз көптеген эксперименттер істеп көрсеңіздер болады. Тыңдағандарыңызға және көргендеріңізге рахмет. Келесі сабақта кездескенше онда. Жақсы.